Армысыздар бауырлар, менің аты жөнім Тамара Салихова. Соңғы уақытта қазақтың халықтық діні, діңгегі түп тамыры Тәңір дініне оралушылардың қатары арта түсуде. Соған байланысты жалпы тәңірлік дүниетаным жөнінде, тәңір ілімі жайында айтпақ үшін осы каналды аштым. Өзімнің әңгімеме арқау етіп, Тоқтар Бейсенбиновтың «Ақиқат» атты кітабын негізге алып отырмын. Тәңірлік түсініктің бірі бұл ауыз бекіту. Ауызды не үшін бекітеді? Ауыз бекіту ғылым тілінде диета деп айтылады. Ауызды деннің саулығы үшін бекітеді. Ағзаның таза болуы үшін, денсаулықтың жақсаруы үшін, адамның ағзасын бөгде заттардан тазарту үшін ауыз бекітеді. Оны кез келген уақытта ұстауға болады. Бұл діни парыз емес, әркімнің жеке шаруасы. Ауыз бекітер алдында ауыз бекіту уәдесін айтуға болады. Мәселен, былай деп айтылады: «О тәңірлік Құдайым, аруағымның жасап жатқан қыруар жұмысына көмек етіп, денімнің сау, демімнің таза, жаныма берекет болсын» деп, Тәңір берген нәсіптен ашкөздігімді тыйып, ауыз бекітуге уәде беремін. Өмін. Ауыз ашу дұғасы да бар. Онда былай деп айтылады: «О тәңірлік Құдайым, уәдемде тұрдым, ауыз бекіттім, бір ай болмаса бір тәулікке шыдадым. Енді өзің берген ырзықтан дәм татуға рұқсатыңды бер. Өміндім» деп айтуға болады. Көріскенше күн жақсы болсын.